ишим террористік ұйымының содырлары аса қатыгездігімен ерекшеленеді. Бұл топтың исламға еш қатысы жоқ. ишим содырлары таяу шығыстағы бірқатар елдерде қоғамдық саяси жағдайды тұрақсыздандырды. Сирияда әскери тәжірибе жинаған олар Ирактың ауқымды бөлігін басып алды. Ислам мемлекетінің содырлары аса қатыгездігімен ерекшеленеді. Олар адамдарды өлтіреді, атады, құрбандарының басын шабады. Ол аз болса бейнероликтерін ғаламторға жүктейді. Ұзақ мерзімді соғысқа дайын екендігін паш етеді. Ислам сөзінің мағынасы бейбітшілік екенін білу маңызды. Егер адам баласы ислам сөзінің құндылықтарын дұрыс түсіне білсе, экстремист болмас еді, лаңкестік мүлдем ойына кірмес еді. Шын мұсылман лаңкестік пен экстремизмнің кез келген түрін қабылдамайды. Сондықтан ишим исламға үш қайнаса сорпасы қосылмайтын жат ұйым.